Сәлем достар. Мына жерде түрімді көрсетпей ақ қойдым. Алдағы келесі видеоларда міндетті түрде сіздермен бір волнада отырып сөйлесетін боламыз. Так, мен сіздерге бүгін блогтан шығару, рекламный кабинетті блогтан қалай шығарамыз, сол бойынша айтып берейін деп жатыр едім. Так, қараңыздар, енді сіздерде былай. Бірінші мен өзімді таныстырып айта кетсем, мен 2 жылдан аса практик таргетолог болып жұмыс жасап жатырмын. Есімім Динара. Қазақстанда белгілі бір таргетолог эксперт маманның командасында жұмыс жасаймын, куратор болып. Ол жерде 1600-ден аса студенттерге табыс табуына, таргет арқылы табыс табуына көмектестім деп айта аламын. Так, енді сіздер ADS менеджерге кіресіздер, как обычно, иә. ADS менеджерге кіргеннен кейін, мына жерде бізде бірінші түсіндіріп айта кетейін, иә. Қараңыздар, бізде Facebook аккаунтымыз бар, иә. Өзім блокқа кеткен кезде, бірінші Facebook аккаунтымыздың өзі блокқа кетуі мүмкін. Екіншіден, бизнес парақшамыз блокқа кетуі мүмкін, жеке рекламный аккаунтымыз блокқа кетуі мүмкін. И бизнес менеджер немесе оның ішіндегі рекламный аккаунтымыз блокқа кетуі мүмкін. Енді біз көп жағдайда Facebook аккаунтымыз блокқа кетпейді. Көп жағдайда жеке рекламный аккаунтымыз блокқа кетеді, немесе бизнес менеджердің ішіндегі рекламный аккаунттарымыз блокқа кетеді. Жағдай былай. Если сіздер таргет жарнамасын шығарып отырып, сол жерде байқаусызда жеке рекламный аккаунттан реклама шығаратын болсаңыздар, негізі бұл жерден реклама шығармаймыз біз. Если осы жерден реклама шығаратын болсаңыздар, оны сіздер міндетті түрде шығарып алуларыңыз керек болып табылады блогтан. Оны қалай шығарамыз деген сияқты нелері бар, критерийлері бар. Не үшін бұл жерден реклама шығармаймыз? Себебі жеке рекламный аккаунт бізде жалғыз ғана болады. Бұл жерден реклама шығармай, мүмкіндігінше оны сақтағанымыз дұрыс. Себебі жеке рекламный аккаунт блокқа кететін болса, осы Facebook аккаунттарыңыз толығымен жарамсыз болып қалуы мүмкін. Оны қалай сақтаймыз? Реклама жібермейміз және деактивацияға жіберіп сақтануымыз керек. Егер де сіз осы жеке рекламный аккаунтты қолданатын болсаңыз, ол жерге қолданатын болған жағдайда карта жалғайсыз ғой, сол карта өзіңіздің атыңызда болу керек. Мысалы, Facebook аккаунтыңыз менің Темірханова Динара деген атымда болса, демек Темірханова Динараның атындағы Каспий карта, Народный и так далее карталар жалғануы керек болады. Иә, одан кейін бұл туралы әлі көп нәрсе айтуға болады. Арнайы сабақ түсіремін деген ойдамын бұйыртса. Так, енді келесі бизнес менеджеріміз. Енді біз қайдан реклама шығарамыз дейтін болсақ, осы бизнес менеджерден реклама шығарамыз. Бизнес менеджер дегеніміз ол страница, рекламный аккаунт, Instagram, WhatsApp барлығы бар. Көп функциялар осы бизнес менеджердің ішінде, яғни бүкіл біздің рекламамызды осы бизнес менеджер басқарады деп айта аламыз, иә. Бизнес менеджердің ішінен біз рекламный аккаунт не қыламыз, иә. Рекламный аккаунт создавать етеміз. Осы рекламный аккаунтымыз блокқа кетсе, оны қалай ашамыз? Осы жерден реклама шығарамыз. Қалай ашамыз, соны көрсетейін, иә, сіздерге енді. Так, бірінші качество аккаунтаға кіреміз. Качество аккаунта бізде ол именно сол блокқа кеткен рекламный аккаунттармен қалай жұмыс жасауға болады, соны көрсетеді. Енді мына жерде қараңыздар. Обзор аккаунта деп тұр. Аккаунт Facebook бұл біздің жеке рекламный аккаунтымыз болып табылады. Ваш личный рекламный аккаунт. Осы біздің личный рекламный аккаунтымыз жеке. Осының ішінде осындай рекламный страницалар бар деген сөз. Енді бізге қажеті не? Бізде қажеті жаңағы бизнес менеджерлердің ішінде, бұлар таза, міне, ешқандай блок жоқ. Блок болатын болса, мына жерде қызыл шығып тұрады. Бізге ол қажет емес. Енді біз не істейміз? Бизнес менеджерлерді көреміз. Бизнес менеджерлерге былай өтіп алуымызға болады. Қараңыздар. Мысалы, мына біреуге өтейік. Бұл жерде, вот, міне, мына рекламный аккаунт отключен деп тұр.
Не үшін отключен, оны қарауымыз керек. Мынау бизнес менеджеріміз ешқандай да блок жоқ. Оның ішінде рекламный аккаунт екеу бар деп көрсетіп тұр. Мынау бизнес аккаунт мета деп тұр. Оқыңыздар, қараңыздар, соған мән беріңіздер. Бизнес аккаунт мета дегеніміз ол уже бизнес менеджеріміз біздің. Бизнес менеджеріміз Кана БМ деп тұр. Рекламный аккаунт оның ішінде екеу бар. Кана RA2. RA деген ол рекламный аккаунт деп сохранить еткенім ғой өзімізге түсінікті болсын деп. Енді бұл жерде біреуі рекламный аккаунт не болып тұр, блокқа кетіп тұр. Енді оны ашу үшін ішіне басамыз. Қараңыздар. Не үшін блокта, соны білуіміз керек, Отключен 16 майда отключен болды деп тұр. Так. Реклама ограничение түскен бұл жерге. Рекламный аккаунтқа негізі в основном қатты проблемный емес. Ограничение түскен рекламаны көрсету үшін. Ал мына жерде былай жасапты. Бюджетті в общем, картаны жалғау керек деп тұр. Демек, оплата толық жасалынбаған, сол үшін бізде осындай жағдай болып тұр. Ал негізі кейбір рекламный аккаунттар бұл себепті емес, вообще да басқа себептер бойынша да блокқа кетеді. Так. Что за аккаунты? Енді блокқа түскеннен кейін былай жасаймыз. Енді біз оны қалай ашып аламыз? Связь со службой поддержкой немесе мына жерде сұрақ белгісі бар. Сұрақ белгісіне өтесіздер. Өткеннен кейін мына жерде связь со службой поддержкой дегенді басамыз. Осыны басып, өздеріңіздің нелеріңізді таңдайсыздар. Отключен деп өздеріңіздің проблемаларыңызды таңдайсыздар, мынау менде блокта деген сияқты. Сізде осындай жағдай деген сияқты справочный центрдің статьясын бірінші береді сіздерге. И сол полезно осыны оқып әрекет жасайсыздар. Полезно болса, полезно, немесе жоқ деген сияқты әрі қарай служба поддержкаға шығу керек маған бәрібірде деген сияқты уже солай жазасыздар. Так, мына жерде міне вызовқа шығуға нельзя дейді уже. Мына екеуі недоступно, чатқа жазасыздар. Чатқа өздеріңіздің сообщениелеріңізді жазып жіберіңіздер. И одан кейін мына жерде телефон номерлеріңізді қалдырасыздар. Вот. Телефон номерді қалдырасыздар. И почталарыңызды жазасыздар. Мына жерде почталарыңызды жазып қоясыздар. В общем, например, жазауы, не? Мына жерде не жазсам да қате болады, себебі мен пока білмедім почтаны мына жердегіні. Так, осылай почталарыңызды жазасыздар, начать чат дейсіздер. Көп адамда бұл шықпайды. Кейбір адамдарда шығады. Мен әлі мына аккаунтпен служба поддержка ашқан жоқпын, бірінші рет болғандықтан оны шығарып тұр менде. Вот сондай проблема, А если сіздерде ешқандай да шықпай жатқан болса, былай жасайсыздар. Так. Мына жерде төменге түсе берген кезде, мынаны төменге түсе берген кезде оставить отзыв деген бар, немесе сообщение о проблеме деген окошко тұрады. Соны басасыздар. Көп жағдайда ол кісілерде шықпай қалуы мүмкін да жаңағындай. Сондықтан осылай қандай неде проблема болып тұр? Настройка рекламного аккаунта да менде, настройка емес, вообще-то ADS менеджерді деген сияқты. И мына жерде қайсысында деген сияқты. Мысалы, қазір көп проблема ғой бізде. Видео скачивать етеміз да, и ол загрузкасы ұзақ болады, и одан кейін загрузка жасап болғаннан кейін что-то не скачано деп шығып тұрады.
Сол кезде осылай өздеріңіздің темаларыңызды жазасыздар и скриншот жасап алып, снимкті қоюға болады. Отправить отзыв дейсіздер. Сонымен мына жерде телефон номері мен адрес көрсетілмеген дейді. Хорошо, оны көрсету керексіздер. Сол кезде уже чатына отправка жасалынады. Сіздерге сабақ пайдалы болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.